Ey Manjudun kanı neskara, Найзагердің ықтысы, жоғының айласын білген мықтысы, қара жол тойнес қара, ажайыптан оқуған, атағын ұққан шошыған, Аманжудың қаны нес қара, боқ мұрын келсе жүгініп, тізесі жерге бөгіліп, нес қаранда кеп сөйлейді, қарданып бек сөйлейді, ашыңа тойып алармын бұрут, же ашыңа тойып алған соң азап салып ашыңа айылыңды чап тынармын бұрут, керімсел тисе көчөрсің бұрут, кең таластан көчөрсің бұрут. Қазанға қолым аламын бұрут, етіңді талап аламын бұрут, ойы тоғылсын түз қылам, аш берген ошол жеріңді бұрут, қарыдансам мен азыр қаптатамын қолымды бұрут. Çoğu çavalamın, çoğun işenip жүргөнүң, сенің қаңқормана серіңді бұрут. Алтыннан өргөн бүчіңді бұрут, же ашқа келбей қойғанда, барып чавалам деп, антаңдатқан көчіңді бұрут. Мей дегенімме көн бұрут, мәникерді бер бұрут, дегенімме көнбесең, мәникерді бербесең, андай мындай дебеймін, тартқан етің жебеймін, кишімиші дебеймін, кишмишіңді жебеймін. Қарданған нес қара, бура тартып, бұл жүзден құлған чоу тартып, шоңырың менен желдемей, қоңырбай менен жолойғы, кеңеске жетіп келдемей. Ей қоңырбай чоң жолой, еселе қырғыз бұруттың, есебін алам бұл жұрттың, ашына қарап тұрбайлы, алып тарғанша сындайлы, алпының алы жоқ болса, ашына бүлік салалы, кемегесін талайлы, келгендерін сабайлы, қая шаяқ бергенін түк қойбай барын қырралы, кеп білбеген мұнын тірі байлап алалы, алып барып қақанға дене қылып салалы, қызматшысын қыштайлы, бүлікті ментіп баштайлы, ханымындай деген соң қараламан қалың жұрт, қара бермей тұррабы, тек тұрып құдай ұррабы, қалмақ Қытай Моңғол балбаны, Көкөтайдың кемеге талап жатып қалғаны, Көкөтайдың қызматшы ентелеңдеп дүрбешті, Көкөтайдың боқ мұрын аташын тілдешті, жұрт өшентіп жатқанда Манжудың қаны нес қара, бенжі тонын жамынып, қылышыңынсыз тағынып, алып сынауға қамынып, алла қандай қырғыздың чоқ екенін білдемей, айкөл Манас батырдың жоқ екенін білдемей, қарданған нес қара, ат күлігін төк қойбой, ашта жиып ал демей, азуларын арқайтып, шоу атуға сал демей, ашта жүрген қырғыздың алпын жиып шаштырды, Чоңғы шойды баш қылып, чуғатуға баштырды. Ей, қатағанның қанғошой, ат башының шеш төбі, ебіменен жер қылған, есі кеткен қырғызды, ептеп жүріп ел қылған, қатағанның қанғошой, бекіп қалған бейжіндің, бетін ашқан ер қошой, туғырып қалған тұрпанның, тошын ашқан ер қошой, байланып қалған базардың, бағын ашқан ер қошой, қолына таулай гүр салған, тауды қошой бір салған, тауны қошой бір салса, қылла тұрған ташталқан, 85-ке жетіп тұр, бар қайраттың барысы, бойынан қашып кетіп тұр, мойны кеткен бұлқылдап, көзі нары жақта жылтылдап, екі қычық іріңдеп, бүткін бойы дірілдеп, қарып қалған жан екен, бұруттардың қошойы, қаншайласы бар екен, қардансам қойбоймын, бұл өңденген чалдардың 80-іне тойбоймын, деп өшентіп нес қара, қалың қырғызға халқының
барысын, қазақ өзбек жиылған батырлардың барысын, біріне көңілі толбоды, чықанақтай ағышты, аз жақтырып қалғаны, өзгесін елес албады. Қамарғалаңдың малабекті көргенді, қоқ желдегі қолындай чолдыңдығын деп қойды. Анжиянның санжыбекті көргенді, еркек қара қарғадай қолдыңдығын деп қойды. Қоқонғанның қозыбекті көргенді, чодыңдығын деп қойды. Мінешентіп несқара, қалың қара қырғыздың чоқ екенін білдемей, Айкөл Манас батырдың жоқ екенін білдемей, қарданып бақырып, боқ мұрынды чақырып, несқара чатақ салғаның несқаранда кеп айтқандан деп айтат. Жетік көлік мәникер, жетілің тұлпар мал екен, беренжі тонын жамынып, бежінді 5 жол айланып, берендер міннер мал екен, таш сайынған Қытайдың тазасы міннер мал екен, күрмі киген манжудың мұштысы міннер мал екен, қарыпшысын байланып, қақаншыны айланып, қалдай міннер мал екен, мәникерді бер бұрут, дегеніме көн бұрут. Шөлтіріп таштаған құңғордың тағы бар, 95 түйенің алтынын тоннып алған бір кезде бұл қордың тағы бар. Мен ішкіпті болып жүргенмін, шыры жоқ жерден шыры шығып, ағыс салыссам деп келгенмін, шындап жыным ағытып алыссам деп келгенмін. Бұрут сенде кегім бар, тікіреңдеп сілкінсең, тимелі қарбап аламын, қырғарқан бойы зынданға алып барып саламын. Атаңның көрі бұрут қол, ментіп кегім аламын. Маникердің үстіне жалаңаш алтын артыңар, азырмаға тартыңар, айтқаныма көнбесең ошы қиын болады дартыңар. Нес қарамындай дегенде, мұндай күшті қылғанда, қараңғылар манас жоқ, құдай менте ұрғанда, жылғындыген қол кең талас, жер ешіне бір түшті, жырғалды манас қабылдан, ерешіне бір түсті. Көкотайдың мырзасы көк жорғаның үстінен ұшып кете таштады, несқара кекір баштады. Жоғып кебін айталбай елден шайға қашқаны, абекесі қошойғы келіп илап тұрғаның анда қошой кеп айтат, кеп айтқандан деп айтат. Аш берген киши айыпкер, той қылған киши күннөкөр. Хабар жібер таласқа, кешікпестен бат жібер. Айкөл төрі Манасқа, ер болса Манас келсін де, көзіменен көрсін де, қалайманды салсын де, халқым десе қырғызды. Қарағы Манжудан ажыратып алсын деңей. Мұны шөнді бүк мұрын маникерді мінгізіп, жашайдарды шаптырды. Ой, жайма кекіл жашайдар, омбыл ойылтты, омбылдан жаман тойылтты. Көрінір жерде көрінді, көрінбейтін жерлерде көк түтін болып созылды. Кежілғын деген қол кең талас, жергесіне келгенде Айкөл Манас батырың жатқан екен ошондо. Алтын танап ақ шатыр, ай аспандата құрып тұр, күміс танап көк шатыр, күнгі бағып тігіп тұр. Жатқан екен хан Манас, батқан ай күндей болықсып, толған айдай толықсып. Қырық чораның барысы ордатышып ғұжылдап, қиқырықты салып тұр, қызық қаптен батышып, дәуренді ментіп сүрішіп. Жатқан кезі ош екен, жайма кекіл жашайдар, келіп кептен салғанда ашусы келіп қалып тұр. Анда Манас кеп айтып, қарданып бек айтып, атаңның көрі жашайдар, боқ мұрынмен екеуің, Көкотайдай абамның ашын беріп өздерің. Менсіз қалай өтпексің, менсіз қалай жетпексің деп өшентіп хан Манас қарданып бақырып, қырық чороны шақырып, мына жашайларды атынан қазір жұлып алыңар, чалқасынан салыңдар, қауындай қарнын жарыңдар, башын кесіп салыңдар. Қырық чора келіп ошонды атынан жұлып аларда, шалқасынан саларда,
шырқыраған жашайдар, анда тұрып кеп айтат, кеп айтқандаң деп айтат, теңіз едің кешірші манас, асу едің асыршы манас. Ей, жұмыртқадан ақ едім, бір ұядан тақ едім, жалғызды шапқан болуы жеткілеңші оңы манас. Ей деп айтқанда хан манас, же қойы бер деп айдарды босатып емей жіберді. Жалғыздық басқа түшкөнді, жалғызды шапқан оңбайт деп ішімнен сертті қылғамын деп өшентіп бер манас. Жашайдарды босатып Көкөтайдың ашына қалың қолға баш болып аттанып шықты. Ошондо алтын ауыз кернейді арылдатып тарттырды, ясемін елден арттырды, алтын кежім абайын арғымаққа жаптырды. Міне ошентип хан манас Көкөтайдың ашына аттанып кетіп баратады. Қызыл қия кезеңден қымбат манас қымпайып көрініп қалған кез екен. Қинауны көріп қырғыздар бөлініп қалған кез екен. Қара қалмақ Манжуға қаматып қойған кез екен. Қинаған қара Қытайға сабатып қойған кез екен. Көкөтайдың кемеге талатып қойған кез екен. Ашып шашу атына жүгіріп қалған кез екен. Қаражаннан ошондо түңіліп қалған кез екен. Манастап шу тартып қырық чора керіп барғанда Абан Қошой ордунан турбаганын қарачы. Арыстан Манас барғанда атасын көрген баладай ыйлаганын қарачы. Қаным Манас қана деп шашқан жерін қарачы. Нес қара жолой баш болып қара Қытай көп Манжу келін болып дырқырап қашқан жерін қарачың. Қабылан Манас келді деп қырғыз жұрты сүйініп, кетші құрсы көбіліп, шайғылдығын олуя. Абан Қошой қария, Қошой кептен құтырып, қойбой айтқан тоқтылып. Анда Қошой кеп айтат, кеп айтқандан деп айтат. Қайран Манас Қабылан көрдіңгі еңке іште чеп екен. Қалмақтың қалқы көп екен. Бұлқынған жолой қоңырбай буланы булап алат бейім. Бұзықты бізге салат бейім. Мында чылбыр шашты қалмақтар чамасы келсе бізбенен чабыша тұрған чарқы бар. Қақаншынның қалқы бар, қарды қалша қарқы бар. Қатылышқан адамдың қанын ішкен салты бар. Ташкеннен көшіп топырап Көкөтайдың боқ мұрын аш беремді. Ошондо топырап малын айдады, азапқа жаман байланды. Құлыным Манасқан Ташкеннен келіп топырап Көкөтайдың тойына. Көкөтайдың қызы аш көргені келген екенбіз. Таланып қыра Қытайға өлгені келген екенбіз. Көріні мына қужанды көмгені келген екенбіз. Енші үйін қалмаққа бергені келген екенбіз. Сақалым қудай ағында шын машынның қалқы бар. Шамасы келсе бізбенен шылбыр шашты қалмақтар чабыша тұрған чарқы бар. Алған тұрды ері бар, атасының кегі бар. Айласы келсе бізбенен қалыша тұрған жері бар. Бекем келді көп қалмақ, бекітіп қойған белі бар. Бел байлап тұрған ері бар. Бейпай салып бұллашта бет алышар жері бар. Жатақташпай шырдашпай дегеніне көнелі, маникер тарту берелі, атменен алдап салалы. Амалын ментіп табалың, мұны Манастың қары шығып бетіне, жары шығып көзіне. Қошойға айтып қалғаны асыл болып өмірің налып қалған екенсің. Қара қалма қыштаса жалығып қалған екенсің. Қуат кетіп бойыңдан болбой қалған екенсің. Қара Қытай қыштаса оңбой қалма қалған екенсің. Күшесі күліп қалмақ күледіп күлікті көп албайбы. Қадырлы Қошой ағабыз көпшеп жөп қалбайбы. Қалмаққа тартар малым жоқ, мәнекер берер жағым жоқ. Үрпеңдеп қалмақ тарынып, мәнекер алса бүгінді, қырыңа шықса түбінді. Күшесі қалмақ күленіп күлікті көп албайбы. Нарқы күн барбайса кер қабылдан күлікке, суғы құрық салбайбы. Жана қалмақ тарынса жана салып бүлікті, жана сұрап албайбы. Шалғырықтай күлікті көп албайбы. Қарлы Қошой абабыз көпшеп жеп қалбайбы. Анам білгенің қоңыр
қылбайбы, қайнап жатқан көк құтай төріңе құдық қазбайбы, төрттілігің шашпайбың ей. Күрделік өчім барында күлігім қантып берейін, көчеп тұрған қалмаққа үрпеңдешіп көрейін, тұйғым башым барында тұлпарым қантып берейін, тура зордық іш қылса тұтамдашып көрейін, азап салса қалмақты алтай қайдап сүрейін, атаңның көрі жолойдың құйқасын емей тіллейін, арбыған екен арамдар ақ құланны міннейін, ашқа келдің қойғын деп, қонаққа келдің қойғын деп, жылы сөз айтып алайын, жүйе сөзге көнбесе алдын өзім барайын, жүйе сөзге келбесе таушы талқалашып қалайын, өкімді қылса бұл қалмақ, өлімден аяр жаным жоқ, қалмаққа тартар малым жоқ, өкілді сөз бұлғытай, өлімден аяр жаным жоқ. Деп өшентіп хан Манас қоқарданып ұшынды, көжау жырағын қамынып, қайнап жатқан қалмақтың тақ ортасын қақ жарып, жолойменен нес қара жо болыңды бұларға, аттың аузын бұру демей аралап бар бер Манас, ал екеуінің жанында қарданып тұр демей, анда Манас кеп айтады, кеп айтқандан деп айтады. Ей, çoğulғаның қалың жұрт, хан көкі той аш екен, халық жиылған қаш екен, башы қырғыз ел емес, қария қошой баш екен, күшіңді ойы башын же қалмақ, алдыңда қойдың башын же қалмақ. Ей, қорқытар қалмақ сен емес, қорқар қырғыз мен емес, алушы дұшман сен емес, алдыршы Манас мен емес, чабушы дұшман сен емес, чаптыршы қырғыз мен емес, күшіңді ойы башын же қалмақ, күрпілдесең болбосың, өлбеген жерде қалышам, былқылдақ қурай бышқыча, мизамның күні ұшқыча, мықтап алтай салышам. Кеше жашым 12-ге барғанда, қытайлардың хан жолой, алтайға бұзық салғанда, көргім сенің күшіңді, алдыңда тұрған кешіңді, ашып қара көзіңді, үкіршіңнің ойында, ұшқақпақтың бойында, өзің тиген күніңді, үкірің айдап алғамын жолой. Мында қолыңды сенің келді бе жолой, сені мейлі кеші болдың бо жолой, ербей батқа мендің бе жолой. Шақыртып келдім машыма, шабуылды қойдың башыма, қонақ қылдым тойыма, қордықты салдың ойыма. Қоңырбай қалша зорың бар жолой, өгөттігін тоның бар жолой, қарма қармашты мықтап қылалы, қағыша тұрған қаншаң бар жолой, жеріңнен жетік қол алып желігіп қалған екенсің, емей шығарамын желіңді, суытамын деміңді, көріне жүрген көселдір, чұрқыратпа елімді жолой. Береге тұрған ес қара, белгілі сөзден таналбас, өштесіп маға келсе де, өлгінді зорға құтылды, нес қара деден құтырды, деп өшентіп тұрғанда, Баймырза келді қам болып, чақшылик чаң болып, Баймырза тұрып кеп айтады, кеп айтқандан деп айтады, көкөтой чалға аш бердік Манас, аш қаралас баш бердік Манас. Қара қалмақ манжудың чалғырты болды көзіңді, кемегені талады, көсөменен сабады, чалмақ бір болды өзімді. Қалмақтар неден құтылды осы келген қалмақтан, құрған баш қантып құтылдың ошонды қабылданың ер Манас, қара жақ бұлдырсын, қармағалы беймереп, ұрсағылақ тұндырсын, нес қаралай батырды, төбеге тартып жіберді, отығы ташы бұрқырап, қара қалмақ көп манжу қашып берді дырқырап, ашта жүрген қырғыздар Манасты құдай сақта деп, тілек қылды чұрқырап, қиқырып Манас қабылдан, қызылдаған манжуды қызық салап қал демей, екі шетін ер алмаң, ешіп айдап берделе, тегерегін ер шуақ, тешіп айдап берделе, ар жағынан ер бақай, қары болын сал деле, ғиырынан қырық чұры, қирашып сойыл сал демей, ақ кел түнін чаңырып, ашай қырық құша жаңырып, топырақ ұшып, боз түшіп, топылың бөліп қал демей, мұны шонды қарасаң, қара қалмақ манжудың қарқыраның сайына қашып кірді бұрылып, оңол оғын бұрытқа, опсыз шата қылдық деп, берген етін жөн жебей, бейпай салып тұрдық деп, өкінгенім мындан көп, баш айырылып қол сынып, өкіргенім мындан көп, түккі шоғы жетерде, қара қытай көп манжу қалыпты қырып кетерде, айкөл Манас батырың ұшкендей тый демей, мін ошонды қарасаң, қойыр қоңырбай қайранер, ұраққырмен мұзгүндік, жолой менен нес қара, атынан түші қалғаны, Манастың алдына
алдына ай аттарын тартып салғаның ей қоңыр баянда кеп айтат, кеп айтқанда деп айтат, біздің жайды сұрасаң әрқайсыбыз чоңлық ха көкетайдың ашы деп қақаннан келдік торылып, тойыңа келіп қалыппыз, тойыңа тойып алған соң топоң дошты салыппыз, тойыңа тозақ салам деп айыпкер болып қалыппыз. Бұл айыпты кешіңіз, бұл айыпты кешпесең мінекей башты кесіңіз ей. Таш сайынған Қытайдың төрелері мұнайтып, күрме киген Манжудың күштілері мұнайтып, шөntіп келіп тұрғанда Айкөл Манас батырың өз-өзінен кеп ойласа деп ойлап, ашқа келген Манжуға ақ атылышып нетелі, ат үстінен қатылып не мұратқа жетелі деп кешіріп салғаны. Манас кешіп салған соң бұзықтың бары тыйылып, бұрылышып жиылып, қарсылдаштар тыйылып, қазаңдашып жиылып, Көкетайдың боқ мұрын күйге келіп қалып тұр, өліп қалып қалмақтан тірілгендей болып тұр, ойға тауға мәникер жүгіргендей болып тұр, жаршыға қалар айттырып, керней зұрнай тарттырып, Қытай қалмақ қырғыз дебестен қалқымында келіп тұр, қайнап жатқан көбілік жалпымында келіп тұр.